Бүгін сіздермен лимонный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен жұмыртқаға қантты қосып, 3 лимонның шырынын құятын боламыз. Жақсылап араластырып, баяу отқа қойып, үздіксіз араластырып отырудың арқасында қоюлатып аламыз. Міндетті түрде үздіксіз араластыру қажет. Міне осылай қоюланады. Енді үстінен сары майды салып, сары май ерігенше тағы да жақсылап араластырамыз. Ал енді үстінен осылай пищевая пленкамен жауып, салқын жерге толығымен салқындағанша алып қоятын боламыз. Ол уақытта қамырын дайындаймыз. Ұнға шым-шым тұзды қосып, қантты саламыз. Және де 1 лимонның цедрасын қосып, сары майды үккіштен өткіземіз. 1 шай қасық қопсытқышты салып, қолымызбен жақсылап араластырып, сары маймен онды біріктіреміз. Осылай біріккен кезде үстінен 1 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Тағы да 1 жұмыртқаны қосамыз. Енді жақсылап араластырып, біркелкі етіп қамырды дайындап аламыз. Дайын болған қамырды қалтаға салып, шамамен 5-10 минуттай уақытқа осылай қалдырып қоямыз. Ал енді қамырды 2 бөлікке бөлеміз. Бірін үлкен, бірін кішілеу етіп дайындаймыз. Үлкен қамырымызды алып, керекті табамызға салып, осылай қолымызбен жайып, бортиктарын жасап шығамыз. Міне дайын болды. Ал енді үстінен толығымен суыған салмамызды құйып, барлық жеріне жайып, жеткізіп алатын боламыз. Одан соң ғана екінші қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырды жайып, кішкене жұқалау етіп дайындап, кесіп аламыз. Ары қарай өзіңіздің қалауыңызша сәндеп салсаңыз болады. Мендегі дәл осылай көріп тұрғандарыңыздай видеодағыдай кезек-безек салынып жатыр. Осылай 2 қабат етіп салып, тағы да жандарын жауып шығатын боламын. Енді дайын болған осы пирогымызды қызып тұрған пешке 180 градусқа шамамен 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пирогымыз дайын, қалауыңызша сәндеп асқа бере берсеңіз болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте керемет болып шығады. Бір сөзбен айтқанда кисло, сладкий болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, ас болсын. Сау саламатта болғайсыздар. Егер де видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.